Жасымыз ұлғайған сайын тамақтану қажеттілігіміз өзгереді. Көптеген мәдениеттерде негізгі тағам болып табылатын нан көбінесе күмән тудырады. Өмір бойы жеп келген тамағымыздан ләззат ала беруіміз керек пе? Әлде оның рационымыздағы орнын қайта қарастырудың уақыты келді ме? Қарт адамдардың рационындағы нанның рөлін бағалау кезінде көптеген факторлар ескеріледі. Жалпы денсаулық жағдайы, белсенділік деңгейі және жеке тамақтану қажеттіліктері бәрі ағзаның нанды қалай өңдейтініне әсер етеді. Әртүрлі тағамдардың жасымыз ұлғайған сайын ағзамызға қалай әсер ететінін түсіну арқылы денсаулығымыз бен әл-ауқатымызды қолдайтын таңдау жасай аламыз. Егде жастағы адамдар үшін күнделікті нан тұтынудың ықтимал кемшіліктерін зерттеуден бастайық. Нан көмірсулар мен белгілі бір қоректік заттардың көзі бола алады. Әсіресе 60-тан асқан адамдар үшін оның ықтимал кемшіліктерін білу маңызды. Негізгі мәселелердің бірі нанның қандағы қант деңгейіне әсері. Нанның көптеген түрлері талшықтары жоқ тазартылған дәндерден жасалады. Бұл тазартылған дәндер тез қантқа айналады. Бұл қандағы глюкозаның күрт көтерілуіне әкеледі. Егде жастағы адамдар үшін бұл өте қиын болуы мүмкін. Себебі олар инсулинге төзімділікке немесе екінші типті қант диабетіне бейім болып келеді. Сонымен қатар көптеген коммерциялық жолмен өндірілген нандарға қант қосылады. Бұл қандағы қантты бақылау мәселесін одан әрі ушықтырады. Ескертетін тағы бір аспект нан артық калориялардың туындауына ықпал ететіндіктен салмақ қосуы мүмкіндігі. Алдыңғы бөлімде нанның кейбір ықтимал кемшіліктерін атап өткенбіз. Бірақ барлық нан бірдей жасалмайтынын есте ұстаған жөн. Нанның кейбір түрлері қоректік құндылыққа ие бола алады және егде жастағы адамдар үшін пайдалы диетаның бөлігі бола алады. Кілт дұрыс таңдауда. 100% тұтас дәндерден жасалған тұтас дәнді нандарды таңдаңыз. Бұл нандар ас қорытуға көмектесетін және қандағы қант деңгейін реттеуге көмектесетін талшықтарға бай. Талшықтардан басқа тұтас дәнді нандар водородтармен, темір және магний сияқты маңызды дәрумендер мен минералдармен қамтамасыз етеді. Нанды таңдағанда ингредиенттер тізіміне мұқият назар аударыңыз. Қосылған қант, зиянды майлар және жасанды ингредиенттер аз нандарды іздеңіз. Ең дұрысы ашытқымен ашытылған нандарды, мысалы ашытқы нанды таңдаңыз. Себебі бұл нандарды қорыту оңайырақ болады. Тамақтану әлеміне жол табу әсіресе жасымыз ұлғайған сайын және денеміз өзгерген сайын қиын болуы мүмкін. Егде жастағы адамдар үшін нан тұтынуға келетін болсақ, теңгерімді тәсіл маңызды, модерация маңызды. Нанды әр тамақтың негізі етудің орнына, оны басқа қоректік заттарға бай тағамдарға анда-санда қосымша ретінде қарастырыңыз. Мүмкіндігінше тазартылған дәндерден гөрі тұтас дәндерге басымырақ беріңіз. Қара бидай, ашытқы, сұлы наны және өскін дәнді нан сияқты нанның әртүрлі түрлерін зерттеңіз. Кез келген маңызды диеталық өзгерістер жасамас бұрын жеке кеңес алу үшін дәрігеріңізбен немесе тіркелген диетологпен кеңесіңіз. Нан тұтынудың ықтимал пайдасы мен кемшіліктерін түсіну арқылы сіз жасыңыз ұлғайған сайын жалпы денсаулығыңыз бен өміршеңдігіңізді қолдайтын шешімдерді қабылдай аласыз. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода аман-есен кездескенше сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.